Баршаңызға сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Осындай қимақтар жасайтын боламыз. Ең бірінші ыдысымызға сүтімізді құйып, сонан соң описаниеде бізде не жазулы тұр, соның барлығын кезек салып аламыз. Тек қана достар, бұл жерде қайнаған суымызды құймаймыз. Қайнаған суды құймай тұрып, барлығын жақсылап араластырып аламыз. Мінекей сұйық майымыз біздің, сонан соң тұз, сода, барлығын осылай салып алып, ең соңында миксерлейміз. Басында жаймен ұнымызды араластыра отыра осылай жақсылап миксерлеп аламыз. Қайнаған суды құймағандықтан қазір кішкене қоюлау болып тұрады. Мінекей осылай жақсылап араластырып, миксерімізді тоқтатып, үстінен қайнап тұрған суды құямыз. Енді тағы да жақсылап миксерлейміз. Міне осылай көпіршіп, біздің құймағымыздың қамыры, яғни дайын болды деген сөз. Енді табамызды қыздырып, аз ғана май құйсаңыздар да болады. Жабыспас үшін негізінде жабыспайды. Мен май құймай осылай құймағымды құйып пісіріп жатырмын. Мінекей дөп дөңгелек қып құйып аламыз. Қазір достар, құймақты екінші бетіне аудару үшін ең оңай тәсілін көрсетемін. Ол үшін бізге осындай таяқша керек. Таяқшаның көмегімен біз қызарғанын күтеміз. Осы құймақтың шетінің мінекей қызарып бастағанда осылай бір рет көтеріп тұрып, айналдырып жіберіп, екінші бетіне алып аударамыз. Екінші бетін мінекей достар, өздеріңіз көргендей өте оңай алынады, себебі құймақтардың көбінесе шеті жабысады. Осы таяқшаның көмегімен тексеріп, салып кезек пісіріп аламыз. Мінекей достар, біздің құймақтарымыз барлығы бірдей болып, дөп дөңгелек болып пісіп шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер.